өзіңіздің бауырыңызбыз ғой. Бауырыңызбыз. Мынау қазақ елі бар. Мынау небір қайырымды жігіттер бар. Сол жаңағы нені сізге бір мынау ем-домыңызға қаражат сондай ұйымдастырсақ. Одан кейін жаңа сізге YouTube өзіңіз сұрап отырсыз, YouTube ашып айтарым бар деп отырсыз мысалға. YouTube каналыңызды ашып беріп, айтатын дүниеңіз болса, соның бәрін айтсаңыз, иә? Сіздің тәді мынау ағамызсыз ғой. Біз бала күнімізде сіз сондай осы ауылдағы денсаулығы да жақсы, абыройлы ер азаматтың бірісіз ғой әлі де. Бірақ мынау Алланың осындай салғаны, қанша жыл болды қазір жатқаныңызға? Почти 22 жылдан асты ғой. 21 жылдан асты. 2003 жылы 27 шілдеде қуандым мен. Я сол мойын омыртқаны сындырдым ғой. Алтыншы омыртқаны. Майдаланып сол жолында қысып қалғаны бар. Жолында жалпайтып жүргенде. Содан уже қол аяқты істетпей тастады ғой. Соны неге Таразда кім деген бар, Күлескин деген врач бар орыс. Сол 7 күннен өлесін деп шығарып жіберді ғой мені. Бірақ операция болмады, жасай алмаймыз деді. Хоть Америка бар, Япония бар, Китай бар, ешкім ештеңе істей алмайды деп. Содан мені больницадан шығарып жіберді ғой. Содан мен 9 күн жаттым дейді, қайтадан больницаға бардым. Сол больницадан мені неге жіберді ғой. Бішкекке жіберді. Бішкектер айтты, жасаймыз деді операция деді. 5 сағат жасалады деді. Соның 2 сағатын жасаймыз, 3 сағатын көтермейсің деді. Өліп кетесің деді. Мақұл десең, 15 күн общийда жатасың деді. Бірақ саған практиканттар жасайды деді маған. Практиканттар ашып көрсетіп жаңағы. Сондай қылып жасаймыз деді. Содан кейін мен жасатпадым шыны керек қой. Оны неғыламын көтере алмайтын болғаннан кейін айдалып өлгеннен гөрі өзімнің босағандығы өлейін дедім жаңағы. Үйге келдім. Міне содан бері 21 жыл уақыт өтіп кетті ғой. Жақсы, 21 жыл сіздің білеміз ғой, бауырларыңыз мейірімді, сізге көмек береді. Бұны коляскаңыз да бар, жүріп жатсыз әйтеуір. Қазір жатып қалдыңыз ба енді? Жүрсіз ба? Жоқ, жатырмын ғой. Тұрмайсыз ба? Коляскаға отырмайсыз ба? Қазір күн суық шығып отырып жүрген жоқ. Былай шыға аласыз ғой коляскада. Пролеж бар. Сіздің енді ол анау YouTube ашу дегеніңіз оны енді біз ашып береміз енді. Сізге біз жаңағы менде олардың көмек беремін ғой, айтарыңыз бар болғанда. Ал енді сіз мынау жалпы қалауыңыз не болып тұр? Мынау сізді мынау қазақ елі бар, бауырларыңыз бар біз сияқты. Жалпы не қалауыңыз бар? Сізге қалай көмек бере аламыз? Сол жалпы қалауым сол ұшын операция жасау керек қой мағанша. Операция жасалады. Операция кем дегенде 7-8 миллионға кетеді, созылады олшы. Емделуім керек. Ұшын маған көп қаражат керек та, емделу үшін. Ондай емді ешкім андай ақша жоқ қой менде енді. Енді қазір мен жан басында пролеж бар, тура құйымшақтың үстінде. Жаралар. Ол жары 21 жыл болды менің бірге келатқаны. Бірде жазылады, бірде ашылып кетеді. Сондай болып отыр. Сол жазылмай маған операция жасамай жатыр ғой врачтар. Соны емдеу керек қой. Соны емдеу керек. Мынау недегі Шымкентте Сұлтан деген врач бар, Өзбекстанның. Сонда жеке клиникасы бар. Ол да жасаймын деп тұр. Ол да жасап беремін. Омыртқаны алып титан саламыз. Жұлынның каналын ашамыз. Жұлынға тигізбейді деді. Одан кейін жақсы болуы мүмкін, жаман да болып қойдың, бір Алла біледі деді. Ол да жасаймыз деп тұр. Ал бірақ бұлар 15 күн емдейді да, операция жасалады, 9 күн жатқызады. 9 күннен шығар жібереді. Ал егер жата беретін болсаң, платный ақша төлейсің болды. Ол платный ақша жоқ. Ал Өзбекстанға жасататын болсам, өте 7-8 миллион жасалады. Бірақ олар интернет арқылы маған связь болып тұрады. Ол бастан аяқ тұрғанша шақырады, бару керек, келу керек. Сіз мынау соңғы рет қашан тексерілдіңіз? Бір диагностика жасаттыңыз ба, жасатпадыңыз ба? Былтыр шілдеде мен МТ-ға түстім ғой жаңағы. Соның документін алып мен неге бардым ғой жаңағы.
Чимкентке бардым. Сол Чимкентте көрді. Олар айтты жасаймыз енді bir алтын чоңыртқа сынып, майдаланып, чуынға сүйек бар кіріп кеткен деді. Чуынға тақалып жалпайып жүрген. 5-ші омыртқа 6-ші омыртқаға қисайып кеткен деді. Соны 5-ші омыртқаны 4-ші омыртқаға көтереміз деді. 6-ші омыртқаны аламыз да титан саламыз деді. Оны бар 7-ші омыртқаға бекітеміз деді. 5-ші омыртқаға. 7-ші омыртқаға. Сөйтіп қан тамырын бар ашып береміз деді. Одан кейін ары қарай бір алла біледі деді жаңағы. Мен енді бұны менің ютубым арнама сала берейін бе, дайын арнаға сала берейін бе, сіздің нөміріңізді салып қоямын, иә? Келсеңіз ғой, иә? Сен саламат куәсің ғой? Сіздің нөміріңізді береміз, ол қанша қаражат түседі, сіз өзіңіз алып тұрасыз. Ол ортада мен жаңағыдай бір делдалдың керегі жоқ. Әркім дегенде жаңағы бауырлар өздері салады. Жақсы болыңыз аға, біз келіп тұрамыз сізге. Мен мына бірінші келуім сол өзі сондай нелеу болды. YouTube каналыңызды ашамыз, көмек береміз.